Ассалаумағалейкум құрметті қауым. Бүгін көпшіліктің сұрауы бойынша 9 ойынды қарастыра бастаймыз. Алдымен жай түп үстіңгі жоғары жақын қараймыз. Мысалы, мына 9 ойында бізде қандай моменттер бар? Қазір 9 ойында ойнағанда ең көп жағдайда бұл жерде 77 емес 66 ойынына көп мән бөледі. Енді сол жерде әртүрлі варианттар бар. Кейбіреулер мысалы бірден 1-2 ойнаса, кейбіреулер 91-де ойнап кетуі мүмкін. Енді кезіндегі бұрында мысалы 8-ден тұздық беруге қорықса, қазір негізі таңда ойын дамыған соншалықты тұздық беруге ойыншылар аса қорықпайды. Мысалы тіпті бір байлықтың айырмашылық болса да ойнай береді, бірақ ең бастысы бұл жерде материал, яғни көп тастар болса болды. Яғни байлау үшін деген сияқты. Енді бұл жерде бірнеше варианттар бар. Оның біреуі ол 78 варианты. Ол 78 вариантында бірден тұздықты беріп көрсе, яғни бірнеше ретке қарағанда, қараңдар, білдем тас атырып жоқ, бірақ та 92-ның арқасында неге 4-ке шабуыл түседі. Сол жүрістің арқасында мына жақта шабуылдап кетуге болады. Енді одан шығатын бірнеше варианттар бар. Ол бірінші вариант 61 варианты. 61 вариантында ол аяқтар 1-4 алып кете алмайды. 1-4 алып кетсе, бұл жерде яғни үшті береді. Сондықтан бұл жерде, бірақ ол варианттың негізі былай шетінен бір қарап сұрап көруге болады. Яғни ол вариант негізінен зерттеу талап етеді. Былай шетінен қарап көруге болады оны. Мысалы 1-4, 93, содан кейін 1-ден 71. Былай отрыв тек қана 16 тас болғанымен, бірақ материал біраз бар. Сол біраз материал арқасында әртүрлі байлаулар жасап көруге болады ойында. Жалпы міне осындай ойын. Тағы да келесі сабақта басқа варианттарын тағы зерттеп, жаңа жүрістермен сіздерге таныстыратын боламын.